результат айтады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен осы GVC Асан компаниясына келгеніме бір айдың көлемі болған жоқ. Ең көп дегенде 22 күнде платина статусын жаптым. Оған неге десеңіздер, осы продукциясының өзі сол үшін жауап беріп отырды. Мен келе сала осы продукцияның 7 өнімін бірден алдым. Әрқайсысын бірден көзім, хотя өзім через себя пропустить, я это все пропустила. Өзімнің күйеу балам, үлкен қызымның күйеуі жолдасына сол сердечно-сосудистый іше бастады. Чудо траваны іштім, суымызды құйып алып ішіп жүреміз. Сосын кейін антипаразиттардың үшеуін бірге қосып ішіп жүрді. Содан қазіргі сондай қызығын айтқым келіп отыр. И ода вот получается, оның алдында түскенде у него на ногах перенес обширный инфаркт деді. Сосын кейін оны коронографияға дайындады. Бір квота алыңыздар деп. А мен айттым, мына сердечныймен осы Асан GVC продукциясын тоқтатпа балам, іше бер. И ол тоқтатқан жоқ, андесіменен ішіп жүрді. Мойнында мынандай қызыл нелер, полоскалар шығып кетті. Оны айттым, тоқтатпа, говорю, тоқтатпа. И соныменен вот сіздерге өтірік шығар, маған үшін барып коронографияны вторник күні өтті, тамырдан жіберді, нені жібереді екен бір заттың. Сосын ана қарап, и сказали, біздің өзіміздің Алматыдағы институт кардиологияда. И что вы подумаете? Сказали, у вас ничего нету. А кто вам сказал обширный инфаркт? Керемет. Представляете, вот керемет жағдай, керемет. Енді осыдан кейін қалай сенбеске өздеріңіз ойлаңыздаршы, бұл жерде онкологияға да нетіп жатыр, көмектесіп жатыр. Мен өзім лично мына продукциясының бәрін өзім сетте істегеннен кейін, алдыменен осының бәрін өзімізден өткізуіміз керек. Өзімнен өткізгеннен кейін сіздер елдерге бар ғой, айғайлап айта аласыздар, мынандай, осындай зат деп. Мен өзім по-женски цистит болады тұғынмын. Бір күнде 3-4 прокладкамен жүретұғынмын, что скрывать-то. А қазір ұмытып кеттім. Бір күнде біреумен екінші күнге де өтіп кетеді. Енді только знаешь, что вот надо не қалады деген уақытта. И вот циститім тоқтады. Мына жерде Қайша деген подружкам бар, ол аяғынан жүре алмайды, аяғын машинеге айдайды, аяғын бір аяғын көтеріп салып отыратын. Келіп еді ғой, сердечно-сосудистый бердік, чай бердік антипаразиттардың. Қазір күледі, неден тоқтағанын білмеймін, аяғым жақсы деп қояды. Я говорю, сол результаттарыңыздың бәрін айта отырайық. Результат өте күшті. Тағы да бір водителім бар, Женя. Вот, даже оған бруцеллез деп айтты. Аяғынан ақсаңдап жүре алмайды, жүрші өткізек деп. Өткіздік, барып нетіп еді, бізде айтты, сізде бруцеллез деп. Айттым, Женя, мынаны іше бер. Үйдегілердің бәрін ішкізіп жатырмын ғой, ақшаны 49 мыңға бір алдым, 49 мыңға бір алдым, жетпей қалса іше беріңдер деп. Но я должна через себя пропустить, потом айғайлап айтам. Вот қазір